достар. Сәлем. Отандық эстрада жұлдызы Роза Әлқожаның тұңғыш немересі дүниеге келді. Бұл туралы өнер иесі Instagram желісіндегі парақшасында жазды. Әнші желідегі оқырманға әже атанғанын қуана хабарлады. Ол немересінің жарық дүниеге келуіне көмектескен жандарға алғыс білдірді. Қайырлы күн, әже боп ояндым, шүкір. Ақ қабатты аяулы жандарға алғыс деп жазды ол. Мұны көрген көпшілік эстрада жұлдызының құттықтап, ақ тілектерін жеткізді. Бауы берік болсын, немереңіздің жасы ұзақ болсын, әже болғаныңыз құтты болсын. Әже деген жақсы ғой, немере тәтті, дені сау болсын, артынан ілесе берсін, бізге де жұғысты болсын деп жазды жұрт. Еске сала кетейік, Роза Әлқожа 1 жылдан аса уақыт тұңғыш ұлы Бейбарыс Қабанның отау құрғанын хабарлаған еді. Жақында өнер иесі келіннің туған күніне құлынды бие сыйға тартқан. Танымал тележүргізушілер Марат Оралғазин мен Еркебұлан Мырзабек өздері туралы ел білмейтін жайтты ақтарды. Әзілкештер болашақта құда болғысы келетіндерін айтты. Марат Оралғазин мен Еркебұлан Мырзабек бұл қалауынан болашақта орындалуынан ниет етіп, перзенттері дүниеге келмей жатып, бесік құда болғандарын айтты. Менің келіншегім тұңғышымызға жүкті, ал Мараттың келіншегі үшіншісіне аяғы ауыр. Өзі түсуге барып, менде ұл екенін, оныкі қыз екенін біліп, құдеке деп әзілдескен едік. Кейін екінші Ози де бізге ұл деді. Болды, енді құда бола алмаймыз дегенде Мараттардікі қыз екенін естідік. Сосын қайтадан құдеке деп әзілдестік деді Еркебұлан Мырзабек. Марат Оралғазин бұл айтылған сөздер әзіл болғанымен болашақта орындалып жатса қатты қуанатынын жасырмады. Бұл әрине әзіл болды. Жақын дос болған соң әзіл деп ырымдаған едік. Негізі ниет қой, ниетіміз орындалып жатса әрине қуанамыз деп жауап берді Марат Оралғазин Динара Саджанға берген сұхбатында. Қазақстандық продюсер, актер әрі шоумен Жақан Отарғалиев желіде сүйінші жаңалығын бөлісті. Актер жаңа қалыңдығымен мешітте неке қию рәсімін түсірілген видеосын жариялады. Актер Жақан Отарғалиев әнші Балжан Бидашпен ажырасқан соң араға 1,5 жылға жуық уақыт салып 3-ші мәрте шаңырақ көтерді. Бұл жаңа өмірдің бастамасы деп жазды Жақан Отарғалиев Инстаграмдағы парақшасында. Қалыңдықтың кім екені әзірге белгісіз. Бейне жазбада Жақанның жаңа қалыңдығының бет жүзі бүркелген. Айта кетейік, актер осымен 3-ші мәрте үйленіп отыр. Соңғы рет ол 2023 жылдың жазында әнші Балжан Бидашпен ажырасқан туралы ресми мәлімдеген болатын. Қалың көпшілікке Айша болып танылған әнші Виктория Жансейітова желіде жаңа видео жариялап елді тәнті етті. Қалың көпшілік қазақ тілінде өлең оқыған Бүркіттің келіншегіне жылы лебізін білдірді. Аяғы ауыр Айша Instagram парақшасында поэзия оқыған видеосымен бөлісіп, көпшілікті тамсандырды. Бейне жазбада өнер иесінің жағажайда серуендеп жүргенін көруге болады. Жүрегімнің тәңір берген теңісін, бір бақытқа бөледің-ау мен үшін. Мен барымды аямаймын сен үшін, қуанышым менің. Бүгін қазақ тілінде өлең оқыған оңай емес екеніне көзім жетті. Мен бәрін әлде қайда жеңіл деп ойладым. Әр тілдің өз ерекшелігі бар. Сабырлық танытқан жолдасыма рахмет айтамын. Мінсіз оқи алмасам кешірім сұраймын деген жазба қалдырды әнші. Желідегілер Бүркіттің келіншегіне тәнті болып, оған жылы лебізін жаудырды. Сізді жақсы көреміз, керемет орындау, тыңдай бергің келеді деп жазды көпшілік қауым.